Күнделікті қылмыстық ақпарат қазанының құлағын ұстап отырғандықтан, соларға кей сәт ой көзімен қарап, сезім елегінен өткізгенде бір нәрсеге таңғаласың. Белгілі бір уақыт қылмыс деген қара дию, ашық теңіздің адуын алып толқынындай дес бермей жиілеп кетсе, бір сәт жынынан айырылған бурғыдай басылып, саябырси қалады. Кейбір оқиғаларға қарап отырсаң, жете үңілгенде осы кісі өліміне әкелетіндей жағдайлар емес екенін байқаймыз. Жаға жыртысса да, жанжалдасқанда қолдарын қанға малмай-ақ оқиғаны бейбіт жағдайда шешу әбден мүмкінді. Өкініштісі, олай болмай, барлығы балтаның күші пышақтың ұшы арқылы жүзеге асуда. Оқырмандар үшін әр жылдары жүзеге асқан ерекше қатыгездігімен әйдік оқиғалар топтамасын ұсынбақпыз. Ой түйінін өздері жасар. Біздікі тек қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған қазақи дала өмірін, ата дәстүрді аңсай, ел ертеңі жастарды осындай жаман әдеттерден сақтандыру ретіндегі тал қармауымыз деп түсінерсіздер. 1996 жылдың шілде айының ортасы. Жаздың жадыраған ақ таңы атып, тіршілік тынысы кеңейе түскен мезгіл. Семей Новошульба трассасы бойымен ағылған көлік қарасы да мол. Сол көліктердің бірінің жүргізушісі жол шетінде әдемілеп оралған доп секілді бұйымды көзі шалып, не екенін білмек ниетте тоқтап, орамды ашқан мезетте көзі атыздай болып шалқасынан түседі. Орам ішінде жас қыздың қаны кеуіп үлгермеген басы жатқанды. Жүргізушіден хабар түсісімен оқиға болған жерге мемлекеттік тергеу комитеті басқармасының жедел тергеу тобы аттанады. Оларға қылмысты ашу басқармасының жеке тұлғаларға қатысты ауыр қылмысты ашу бөлімінің қызметкерлері тайлы таяғы қалмай ілеседі. Олар келе бас жол жиегіне қайдан пайда болуы мүмкін деген сұраққа жауап іздеп, оқиға орнынан алыс емес Михайлченко ауылын адақтауға кіріседі. Мақсат денесінен бөлініп, жеке оралып, жол жиегіне тасталған бастың кімдікі екенін анықтау. Араға көп уақыт салмай, аталмыш бас 16 жасқа жаңа толған Катя деген осы ауыл тұрғынынікі екені анықталады. Мұнан кейін тергеушілер осыны кім, қалай, қашан жасағанына байланысты себеп салдарды іздеуге кіріседі. Ақыры қолға ілгер жіптің ұшы шығып, оқиға болардан бір күн бұрын Катяның бұрын сотты болған сол ауылдың өзінен 10 жас үлкен Леонид дегенмен бірге ауыл шетіне шығып бара жатқанын байқап қалғандар табылады. Адам қаны жіберсін бе? Ұсталған соң қанды балақ қылмыскер қолымен жасағанын мойындауға тура келді. Текшелеп қалаған кірпіштей әр сағат, әр сәтті ой топшысынан өткізген тергеушілер қатыгез қылмысқа ұласқан әрекеттің әу-жайына қанығады. Сол күні Леонид көрсе болды, езуінен су ағып қарадай қызығып жүрген Катяны орманға барып, қайын бұршақтарын теруге көндіреді. Балалық әуестік басым болды ма, кім білсін, Катя да оған ілесіп жүре береді. Жол бойы әртүрлі әңгімелер айтылады. Қыздың көзі шөмшекте, жігіт көзі емшекте деп қазақтың қара өлеңінде жырланғандай, уыздай бүлдіршін қыздың мысы басқан еркектің бар есілдерді ләззат алу. Жылы-жылы сөйлеп, асыра мақтап, қыз көңіліне көпшік қоя ауылдан біршама ұзап шығады. Леонид енді қыз қанша айғайласа да, көмек қолын созар ешкімнің табылмасына көз жеткен сәтте, қызды құшақтап, жыныстық қатынасқа бейімдей бастайды. Ол қыз тарапынан жасалған қарсылыққа қынбастан қимылына қимыл қосады. Еркіне берілмеген қыз жанталаса қарсыласып бағуда. Қызды қарсылықсыз қауқарлаймын деген ойы есек дәме болып шыққан, ол енді тек қорқыту, үркіту ғана қалғанын сезе қызды күш қолдана көк шөпке құлатады. Қарулы қағынғанға қарсыласа шаршаған қыздың сәл босаңсыған сәтін пайдаланған ол ақыры өз дегеніне жетіп тынады. Бойында бұлқынған еркектік сезімі еркінен тыс ерте ағып кетеді. Осын сезген, ашуы сабасынан асып, ызадан жарылардай болып отырған Катя, еркектік күшіңе ие бола алмасаң, бағанағыдан неменеге босқа тырашықтандың, мігітім деп әжуалайды.
Осыны естіген сәтте әлгінде ғана небір жүрекке жылы сөздер айтып отырған жігіт қара бұлтша түнеріп, қызды күректей алақанымен салып қалады. Адуынды жігіт соққысының қарымына шыдамай мұрттай ұшқан қызға ол қолындағы пышағын бойлата сұғып алады. Іс насырға шауып, бағанағы жігіт бойындағы ләззат құмарлық аяқ астынан қан құмарлық сезімдегі әрекетке ұласады. Қансырап көз жұмған Катяның денесін жасыру үшін қанішер ауылға оралады да күрек әкеліп мәйітті көмуге кіріседі. Көр дайын болған соң істің ізін жасыру мақсатында күрекпен кесіп қыздың басын денесінен бөлектеп алады. Не үшін екенін өзі де білмейді. Қорқаулық түйсікпен өзінің жігіттік намысына тиген қызды жазалаған түрі болар бәлкім. Басты қыздың өз киіміне орап, жол жиегіне әкеп тастайды. Екінші оқиға 1998 жылдың наурыз айының басы. 10 наурызға қараған түні Семей қалалық кезекші бөліміне Жамбыл атындағы көшеде орналасқан қасиетті Құдай үйі Абай етігінің ұлтанының ізі қалған Тұныбай мешітінің күзетшісін белгісіздер асқан айуандықпен өлтіріп, қала халқының ораза садақасынан түскен 1,5 миллионға жуық теңгені алып кеткені туралы хабар түседі. Осы қылмысты жедел ашу үшін гарнизонның жеке құрамы дабылмен көтеріліп, арнайы іздеу тобы жасақталып, оған басшылықты басқарма бастығы милиция полковнигі Жетпісбай Ибраев өз қолына алады. Аптадан аса уақытпен санаспай жүргізілген жедел іздеу шаралары нәтижесін бере бастады. Сол мезетте 1000-ға жуық мешітке келетін жамағаттар сол аумақта орналасқан барлық жер үй тұрғындарынан сұрақ алынып, тіркеуде тұрған сотталғандар, нашақорлар, қылмыс жасауға ниетті жан ретінде қадағалауда жүргендердің барлығы қайта тексерістен өткізіледі. Осылардың барлығына сараптама жасалып, қорытынды пікірлер бір арнаға тоғысып жатты. Ол, бұл қылмысты жасаған адамның қалай да болса мешітке қатысы барлығы. Алғаш қылмыс болған жерге жүргізілген тексеру барысында қылмыскердің мешітте ақша барлығын білуі, оның сақталған жерін адаспай дөп басуы, темір шкапты бұзатын құралды мешіт ішінен табуы, тіпті марқұм болған мешіт күзетшісінің егер қылмыскерді танымаса есік ашпайтыны сияқты сәйкестіктер қылмыскерді мешіт қызметшілері мен жамағаттар арасынан іздеу керектігін айғақтаған болатын. Осының бәрін зерделей келе күдік, о баста қайғыдан қан жұтқан адам кейпінде милиция қызметкерлерінің айтқандарын табан астында орындап, жылпылдап жүрген осы мешітте нәйіп имам болып істейтін азаматқа түседі. Милиция қызметкерлерінің шұғыл әрекеті барысында қасиетті мекенге қан төгіп, Алла тағаланың жорғалаған құмырсқаға да қиянат жасама деген уағызын таптаған, Алланың атын жамылған азғындар анықталды. Мал құлағы саңырау демекші, милиция тектен-тек күдіктенбеген екен. Жау алыстан келмей, ауыр қылмысқа барғандар осы мешіт имамының көмекшісі 1977 жылы туған, бұрын сотты болмаған Мақаншы өңірінің тумасы Талғат және оның Нұрлан деген жолдасы болып шығады. Алғашқы тергеу барысында анықталғандай, 9 наурыз күні имамның көмекшісі мешіт қызметкерлері мешіт жәшігінен жұртшылықтан ораза садақасына түскен 1,5 миллион ақшаны санап, сейфке салған кезде араларында болады. Көп ақшаны көріп көзі тұнған ол, 10 наурыз күні ақшам түскен кезде алдын ала келісіп жасалған жоспар бойынша мешіт үйіне келеді. Талғатты таныған мешіт қарауылы ештеңеден күдіктенбестен оған есік ашады. Көкейлерін ақша тескен қара ниеттілер ақшам намазының алдында дәрет алып жатқан күзетшіге ту сыртынан келіп бірнеше рет пышақ салады. Қолдары қанға малшынған екеу енді мешіт ішінен бел темір тауып, ақша салған сейфті бұзып, үлкен соманы қапқа салып қылмыс болған жерден алыстайды. Жанталаса қимылдаған олар қан қолдарымен қапқа салған ақшаны кірпіш заводы көшесіндегі біреуінің үйінің қорасына көмеді. Кейін қанға шыланған бір қорап ақша табылып, тәркіленеді. Талғат ертесінде түк болмағандай киімін ауыстырып мешітке жұмысына келеді. Ол келген сәтте
мешіт алды адамға толы, қылмысты ашуға қатысты милицияның қарбалас тіршілігі басталып кеткенін көреді. Бұл да түк болмағандай солардың арасына кіріп, шын қайғырған адам кейпіне еніп, көзбояушылық әрекеттерге кіріседі. Қылмысты іздеу қызметкерлері басында расында да оны күдіктілер санатынан сызып тастаса да, өтіріктің құйрығы бірақ тұтам демекші, ақыры тұтылып тынды. Алла жолында адалдыққа, ізгілікке, имандылыққа, қалың жұртшылықты уағыздап жүрген адамның жоғарыдағыдай айуандыққа баруы әрине бұрын соңды болып көрмеген жайт. Үшінші оқиға 1998 жылдың мамыр айының басы. Бұл жантүгершілік қылмыс бүкіл қала халқы 9 мамыр ұлы жеңіс күні мерекесін тойлап жатқанда Ертіс өзенінің сол жағалауындағы жұмысшылар жатақханасының бірінде жасалды. Сот медициналық сараптаудың қорытындысына қарағанда, Марат есімді ақыл есі сап-сау азамат екі бірдей адамды бастан балғамен ұрып құлатып, содан соң бейне бір мал сойған жанша оларды мүшелеп тастаған. Тіпті қылмыстың қас қағым сәтте жасалғаны соншалықты әлгілердің бірде-бірі қарсылық жасап та үлгермеген. Біз қылмыстық іс материалдарына көз салғанымызда, оның әдеттегідей арақ ішіп алған үшеудің арасында жасалғаны белгілі болды. Кісі өлтіруші 35 жасар Марат есімді қылмыскер бұған дейін де 3 рет темір тордың ар жағында жазасын өтеп келген көрінеді. 8 мамыр күні асыға күткен жалақысына қол жеткізген ол, жолшыбай 2 шөлмек арақ, тіске басар тамақ алып, өзінің жатақханасына келеді. Көптен бері қалтасында көк тиын болмай кенезесі кеуіп жүргендіктен болар бір шөлмекті әп сәтте жайғап салады. Бірақ жарықтықты жалғызы шу жайсыз болған соң, жатақхана ішінен жөн түзу серігі деп кезікпеген соң, Семейдің бір бүйіріндегі Комсомол поселкесіндегі ескі танысы Болаттың үйіне іздеп барады. Барымен базар демекші, олар да ескі, көптен бері кезікпеген танысына қазақы қонақ жайлығымен зыр жүгіріп, арақ әкеліп дастархан жасайды. Сөйтіп әңгіме қызады. Шөлмектің бірінен соң бірі босап жатады. Үй иелерінің мырзалығына разы болған Марат енді оларды ертесін 9 мамыр күнгі туған күнін тойлауға жатақханаға шақырады. Іздегенге сұраған дегендей, екеуі бірден келіседі. Қысқасы, Комсомолдағы жақсы отырыс жатақханада жалғасады. О баста жақсы тілектер айтылып, достық, сыйластық туралы тамаша тостардың тиегі ағытылады. Алайда арақ жүрген жерде албастының да жағаласып жүретіні бесенеден белгілі ғой. Ақыры отырыстың аяғы дау жанжалға ұласады. Түрменің тегеурінді тәрбиесін көрген екеуі бастарынан сөз асырмастан екі қолға ерік береді. Стол үстінде жатқан пышақты ала жүгірген Болатты Марат қолына іліккен балғамен басынан 8 рет ұрып сұлатып салады. Күйеуіне көмектеспек ниетте Маратқа жүгірген Майра да күйеуінің кебін киеді. Қызыл көрсе құтыратын бұқадай қан көрген соң, Семей ет консерві комбинатында бұрындар қасашы болып істеген Марат көп ойланбастан бірінші Майраның денесін ваннаға сүйреп апарып, алдымен басын кесіп алып, сонда тұрған шелекке тастайды да, оның қалған мүшесін қолын қол, бұтын бұт етіп, мүшелеп бұзып, су толтырылған ваннаға тастайды. Болат та соның кейпін киеді. Екі адамның мүрдесін пышақпен кескілеп 25 бөлікке бөлген ол 2 күн бөлмесінде жатып ап арақ ішеді. 3-ші күні есеңгіреп ес жиған қылмыскер өзінің қанды әрекетінің ізін жасырудың амалын ойластыра бастайды. Бірақ ол өзінің бұл ойын жүзеге асырып үлгермеді. Семей қалалық ішкі істер басқармасының кезекші бөліміне таңғы сағат 5 кезінде келіп түскен суыт хабардан соң, осы басқарма бастығы Ибраевтың басқаруындағы жедел іздестіру тобы қылмыс жасалған жерге жетеді. Топ ішінде оқиға болған жерде бейнетаспаға түсіруші ретінде мен де болғамды. Сол күннің сорақы суреті әлі күнге көз алдымда көлбеңдейді. Сот медициналық орталықтың сарапшысы ванна ішінде суда жатқан адам мүшелерін тегенеге салып, залға жайылған ақ жаймаға қойған сәтте
Қыс кезінде ата-анамыз асарлатып, соғымға мал сойып, мүшелеп бұзылған еттерді кілетке тасу картинасын көз алдыма әкелді. Ол бір шаттыққа толы шадыман сәт болса, мына көрініс өте сұмдық. Осыдан кейін талай уақыт етке қарай алмай, тамаққа тәбетім шаппай ауырып жүрдім. Бұл кезде қандықол қылмыскер өзіне қатер таянған түйсініп қашып кеткенді. Алайда құрамында тәжірибелі Биптюк, Исадилов, Ахметжанов, Қасанов тәрізді ізкесушілер бар жедел топ әуезов полиция бөлімі қызметкерлерімен бірлесе отырып, қылмыскер Маратты тығылып жатқан жерін тауып тұзақтайды. Бұлтартпас айғақ деректермен қылмысын мойындатады. Қылмыскер тиісті жазасын алады.